Мұратбек аға, қазақтың ұлы домбырашы қызы Дина Нұрпейісова апамыздың руын айтшы бересіз бе? Дина Нұрпейісованы енді қыз ұзатып шықтық десе, келген жері, тұрмысқа шыққан жері бұл Беріш руының ішінде Бесқасқа деген тайпа бар, сол тайпа. Бесқасқа руы өздері түрлі нұсқада келеді. Башқұрттан келген деп бір айтылатын бар, ұлы жүзден, сары үйсіннен келіп, Құлкеш Берішке қосылған деген түрлі нұсқалар бар. Қалай болғанда да келіп қосылған Жүсіп деген адам екен. Соның ұрпақтары, немерелері мен ұлдары бес тайпаға шығып, Айтбай, Қараша, Байсейіт, Байқошқар, Кешубай деген бес тайпаның өздерінің молдасы болған, указной молдалары. Сондай мешіттерінің, халқының саны, территориясының тарихтарын жазып қалдырған екен бесеуі де. Соның ішінде Байқошқар деген бес тайпаның бірі Байқошқар деп айтылады. Байқошқар руының ішінде оған тағы да кірме болып келген Мұратбай деген бір адамның ұрпақтары бар. Сол Мұратбайдың ұрпақтарына келіп, келін болып түскен Нұрпейіс деген адамға. Содан фамилияңды айт дегенде, қайнатасының атын айтпай, күйеуінің атын айтып, Нұрпейіс деп, Дина Нұрпейісова болды. Өзінің сүйегі, әкесі Төлеңгіт, онан деп айтылады енді. Жаңа қаланың төлеңгіттері деп. Жаңа қалада енді Кекіл, Жаңғақ, Қалмақ, Мерген деген төлеңгіттер көп кездеседі. Олардың ішінен біреуінен болар деп шамалаймын.